Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай алма қосылған пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Пирогымыз өте дәмді және іші толықтай пісіп шығады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз пісіре салып, шайменен жарысын жеп қойдық, себебі өте дәмді болған. Ең алдымен 3 алмамызды жуып тазалап аламыз. Осылай домалақтап кесіп, барлығын ортасынан бір бөліп шығамыз. Алмаларымыз дайындап алдық. Енді ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, 1 шай кесе шекерімізді салып, көпіртіп, жақсылап миксермен араластырамыз. Үстінен 1 шай кесе айран құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Және де жарты кесе сұйық майымызды құйып, оны да араластырып аламыз. Енді үстінен шай кесемен 2 кесе ұнымызды електен өткізіп саламыз. Және шай қасықпен сода саламыз. Барлығын миксермен жақсылап араластырып аламыз. Міне менің қамырларым дайын болды. Енді табамызды майлап, жақсылап үстінен қамырымызды құйып шығамыз. Жаңағы тураған алмаларымызды осылай қамырдың үстіне қойып шығамыз. Қамырдың ішіне батырыңқырап қоямыз. Алмаларымыздың барлығын видеода көрсетілгендей етіп айналдыра орналастырып шығамыз. Осындай керемет және оңай пирогтың рецебін, толық құрамын, мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Ендеше менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойып, пирогымызды салып, 180 градуста 45 минутқа пісіріп аламыз. Міне 45 минут өтті. Пирогымыз көтеріліп, іші пісіп, керемет дәмді болып шықты. Осындай ерекше әрі кереметтей рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Егер де видео рецепттер ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөлімінде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, осындай керемет тәттілермен түрлі тағамдардың рецепттері каналымда бар. Каналыма өтіп көре аласыздар. Ендеше ас болсын.